Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен ажурные блинчики дайындайтын боламыз. Өзіңіздің жанұяңызға таңғы асқа осындай блинді дайындап берсеңіз, жанұяңыз күні бойы тоқ жүретініне сенімдімін. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады. Қаймақпен берсеңіз де болады, джеммен, тосаппен берсеңіз де болады. Өте дәмді болады. Бастайық. Бізге 150 грамм сүт қажет болады, 150 грамм жылы су қажет болады, және де бір жұмыртқа, шым тұз саламыз, және де жарты стакан йогурт немесе айран құйсаңыз да болады. 3 үлкен қасықпен қант саламыз. Өзіңіздің дәміңізге қарай тағы да қант қоссаңыз болады. Шым сода саламыз. Және де 4 үлкен қасықпен күнбағыс майын құйсаңыз болады. Сіз одан да көбірек құйсаңыз да болады. Себебі өзіңіздің блинницаңызға жабысып қалған жағдайда майды ортасында да құйып жіберсеңіз, көмегі жақсы болады. Бізге 250 граммдай ұн қажет болады. Барлығын салмай, ақырын бөліп салып, миксермен іртік болмайтындай етіп араластырамыз. Араластыра отыра, арасында тағы да ұнды қоса отырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Июін қандыру керекпіз қамырдың, себебі іртік болып қалса, әдемі емес блины шығатын болады бізде. Содан соң арасында, соңында біткен кезде ыстық қайнап тұрған су құйып, жақсылап тұрып, асық ыстықпен миксерлеп, мінекей блинницамызға жақсылап тұрып май жағып осылай пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс. Сіздермен болған мен Жанка. Желес бүгін азанда пісірдім қыздарыма. Өте дәмді.